Апта басында кәсіпорын өкілдері мен мемлекеттік мекеме басшылығының қатысуымен өткен арнайы кеңесте Степногорск аймағындағы эпидемиологиялық жағдай барысы ашық талқыланып, өзекті сауалдарға мамандар тарапынан жауаптар берілді. Степногорск қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының басшысы Гулюза Абрамовичтің хабарлауынша, 22 маусымдағы жағдайға сәйкес қалада қауіпті індетке оң талдаудың 40 жағдайы және COVID-19 салдарынан өлімнің бір фактісі тіркелген. Осыған байланысты Степногорск көпсалалы қалалық ауруханасының бас дәрігері Ольга Ищукова ауруханада төсек орын санының артатынын атап өтті. Сегодня стоит вопрос о расширении коечной мощности провизорного отделения. Бүгінде провизорлық бөлімшедегі кереуеттердің қуатын кеңейту мәселесі күн тәртібінде тұр. Провизор бөлімшесіндегі 12 кереуетте 3 ауысымда дәрігерлер мен мейірбикелер жұмыс жасайды. Қызметкерлер үйлерінен тыс жерде тұрып жатыр, яғни отбасылармен байланыста емес. Қазір бұл қызметкерлерді мекеме тарапынан тамақтандыру мәселесі бойынша сауал әлі де ашық тұр деп отыр денсаулық сақтау мекемесінің басшысы. Кеңесте ауруханадағы кереуеттердің санын 12-ден 21-ге дейін толықтыру жоспарланғандығы белгілі болды. Мамандардың мәлімдеуінше, шаһарымызда карантин шараларын сақтамаған мекемелер анықталған. Қойылған шектеулерге қарамастан атаулы нысандар өз жұмыстарын жандандырған. Осыған сәйкес, шаһар басшысы атаулы мекемелерге айыппұл салынып, нақты шаралар қолданылу қажеттігін полиция басқармасының өкіліне ескертті. Кеңес жалғасында Еркебұлан Баяхметов кәсіпорын басшыларына жұмыскерлер арасында карантиндік шектеу шараларын сақтау жөнінде түсіндіру жұмыстарын пысықтап, қаладағы дезинфекция шараларын жандандыруды тапсырды. Проработать механизм, те виды, которые нам нужны в первую очередь сегодня отработать. Қаладағы, яғни аула ішілік және көше бойын дезинфекциялау бойынша жұмыстарды жандандыру қажет. Сондай-ақ, түсіндіру жұмыстарын жүргізуге бағытталатын тағы бір мониторингтік топ құру жағдайы туындап отыр. Құрамында полициямен бірлесе жұмыс атқаратын еріктілерді де ақпараттандыру жұмыстарына жан-жақты тарту керек, деп түйіндеді кеңес жұмысын қала әкімі.